Өңірде заң бұзушылықтың алдын алуға бағытталған құқықтық тәртіп шарасы жалғасып жатыр. Полицейлер жолдағы тәртіпті қадағалап бақылауды күшейтті. Өткен демалыс күндері патрульдік полицейлердің назарына алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде көлік басқарған жүргізуші күдік туғызды. Тәртіп сақшыларының талабын ескермей қаша жөнелген жүргізуші бір мезетте бірнеше жол қозғалысы ережесін бұзған. Нәтижесінде көлігінің қозғалтқышы істен шығып, жүргізуші медициналық сараптама орталығына жеткізілді. Жол талғамайтын көлік құралын жүргізуші 17 шағын аудандарда орналасқан тұрғын үй кешенінің бірінде кіреберіс қақпасында орналасқан шлагбаумға соққан анықталды. Аталған автокөліктің жүргізушісін тоқтату барысында тоқтатып, оның алкогольдік ішімдік ішкеніне тексеру кезінде алкогольдік ішімдік ішкені туралы анықталды. Қазіргі таңда жол талғамайтын көлік құралының жүргізушісіне қатысты тиісті әкімшілік хаттамалар жасақталып, сот органына жолданды.